Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз қазақ тілі пәнінен өзім туралы бөлімін қайталайтын боламыз. Бұл бөлімді бинго әдісі арқылы қайталаймыз. Бүгінгі сабақта сендер сөйлеудің не үшін қажет екенін, у дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылу ерекшелігін, диалог, монологтың не екенін, сөйлеу түрлерін сұрақтарға жауап беру арқылы еске түсіретін боласыңдар. Олай болса, ойынымызды бастаймыз. Алдымен шарларды мұқият араластырып аламыз. Балалар, бізге үшінші сұрақ түсті. Олай болса, сұрақты мұқият тыңдаймыз. Сөйлеу неден тұрады? Жауабын дұрыс жауап беру үшін мұқият ойланамыз. Ал енді дұрыс жауапты өз жауабыңмен салыстыр. Сөйлеу, сұрақ, жауап және әңгімелеуден тұрады. Ал енді шарларды қайта араластырамыз. Бізге 5-ші сұрақ түсті. Ауызша сөйлеу деген не? Ойланамыз. Біздің еститін және айтатын сөзіміз ауызша сөйлеу деп аталады. Балалар, сендер де дұрыс жауап берген боларсыңдар. Қайтадан шарларды араластырамыз. Бізге 1-ші сұрақ түсті. Жазбаша сөйлеу деген не? Жазбаша сөйлеу ол жазылып берілетін хабар. Келесі сұраққа мұқият дайындаламыз. Шарларды араластырамыз. Бізге 9-ші сұрақ түсті. Диалог деген не? Еске түсіреміз. Екі немесе бірнеше адамның сөйлесуі диалог деп аталады. Қайтадан шарларды араластырамыз. 25-ші сұрақ түсті. Монолог деген не? Мұқият ойланамыз. Өзіне немесе тыңдаушыға қаратып айтылған бір ғана адамның сөйлеуі монолог деп аталады. Балалар, сендер дұрыс жауап беріп жатырсыңдар ма? Өз жауаптарыңды дұрыс жауаппен салыстырыңдар. Қайтадан шарларды мұқият араластырамыз. 11-ші сұрақ. Сұрақты оқимыз. У дыбысы қай кезде дауыссыз болады? Дауыстыдан соң және сөз басында дауыстыдан бұрын келген у дыбысы дауыссыз болады. Мысалы, әуежай, уақыт. Ойынды ары қарай жалғастырамыз. 13-ші сұрақ. Сұрақты мұқият тыңдаймыз. У дыбысы қай кезде дауысты болады? Ойлан. Дауыссыздан соң және сөз басында дауыссыздан бұрын келген у дыбысы дауысты болады. Мысалы, сусын, улы. Келесі сұраққа мұқият дайындаламыз. 24-ші сұрақ. дыбыстарына аяқталған сөздерге у дыбысы қосылса, сөз қандай өзгеріске ұшырайды? Ойланамыз. дыбыстарына аяқталған сөздерге у дыбысы қосылса, дыбыстары түсіп қалады. Мысалы, оқы, оқу. Қайтадан шарларды араластырып, ойынды жалғастырамыз. 20-ші сұрақ. И әрпі сөзде қалай жазылады? Яғни мұнда дауысты и. Дауысты и әрпі сөзде қалай жазылады? И әрпі сөз басында және дауыссыздан соң жазылады. Балалар, бүгінгі ойын сендерге ұнаған болар. Ойын аяқталды. Сау болыңдар.